Достар, қазір біз осы яғни құмыра секілді, осыған біз суымызды өлшеп жақыннан көрсететін боламын. Біз весімізді қосамыз. Қосқаннан кейін бізге осындай одноразовый стакан керек болады. Одноразовый стакан 5 граммны, оны біз өшіріп тастаймыз. 5 грамм болды. Енді келесі кезекте біз су құямыз. Яғни бізге осы шкатулка секілді, кішкентай ғана осындай неге құмыра секілдіге біз 80 грамм су алатын боламыз. Қорықпаймыз. Осылай құямыз. Қараңыздар. Ой, бізде 77, 81. Яғни осы бізге 81 грамм су кетті. Яғни 80 грамм деп алсаңыздар жеткілікті. Одан кейін келесі кезекте бізде гипсімізді ашатын боламыз. Қараңыздар, 80 грамм суға біз 2 еселейміз да, гипсті 2 еселеп қосамыз, 10 грамм плюс қосатын боламыз. Қараңыздар, мен қазір түсіндіретін боламын, жақсылап тыңдап алыңыздар. 80 грамм суға біз 80-ді 80-ге қосамыз, 160 грамм болады. 160 граммға 10 грамм қосып, 170 грамм гипс қосатын боламыз. Мынаны таразымызды удалить етеміз. Қараңыз, біз 80 грамм суды, яғни өшіріп алдық, удалить етіп алдық. Енді қараңыздар, 80 грамм суға 160 грамм гипс қосамыз, плюс 10 грамм қосатын боламыз. Қараңыздар, қорықпаймыз. Мінекей қараңыздар, 159, тағы 10 грамм қосуымыз керек. Біздің 163, 165, 169, кішкене қосамыз. Мінекей бізде 170 грамм гипс қосылды. Енді келесі кезекте бізде қараңыздар, осы таяқшаның көмегімен біз гипсімізді араластыратын боламыз. Бұл гипстің араластыру уақыты 2-3 минут қана, және 2-3 минуттың ішінде біз бұл гипсімізді пайдалануымыз керек. Әсіресе пайдаланбаған болсақ, бұл қатып қалады. Қараңыздар, осылай жақсылап араластырамыз. Ішінде іртік осындай қалып кетпеу керек. Міне іртіктер көріп тұрсыздар ма? Осындай қалып кетпеу керек. Оның бәрін стаканның шетіне жағып жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Және де біз оны жаңағы шкатулкамызға құятын боламыз. Осылай жақсылап, міне көрініп тұр ма? Осылай араластыратын боламыз. 2-3 минут араластыратын боламыз. Мінекей қараңыздар, ішінде іртіктер қалып кетпеу керек бізде. Енді келесі кезекте біз шкатулкамызға, енді бізге везе қажеті жоқ, шкатулкамызға құятын боламыз. Мен шкатулкамды осындай жасыл түстен жасағым келіп тұр. Біз осылай колерімізді ашып аламыз. Колерімізді ашып аламыз да гипске салатын боламыз. Осы таяқшадан бетіп алып сала бересіздер, ол ештеңке болмайды. Мінекей таяқшаның көмегімен осылай жаймен, мінекей көрініп тұр ма сіздерге? Осылай жаймен араластыратын боламыз. Осындай қалыпта, мінекей осындай қалыпта араластыратын боламыз. Содан кейін біз қалпымызға құямыз. Мінекей қараңыздар, көрініп тұр ғой сіздерге. Осылай құятын боламыз. Осылай араластырамыз. Іртік қалып кетпеу керек. Бізде көрініп тұр. Осылай түбі жағына бармай қалады. Ол өзі әдемілікті өзі шығаратын болады. Қазір араластыру барысында мінекей мына жақтарында, мысалға бір жағы ақ, бір жағы жасыл болып көрініп тұр. Ол әдемілікті өзі беретін болады. Осы техникасы мінекей осылай красканы араластыратын боламыз, және де шкатулкамызға құямыз. Қолдарыңызға тиіп кеткен жағдайда болатын болса, влажный салфетканы қолдансаңыздар болады. Қараңыздар, енді қараңыздар, осы біздің кішкентай құмырамызға мынау дайын болған гипсімізді құятын боламыз. Мінекей қарап отырыңыздар. Қорықпаймыз, кәдімгідей бүйтіп құя беретін боламыз. Мінекей.
заты осылай шығады мінекей. Енді қараңыздар, бізде осылай толып қалды ғой. Бұл толып қалғанды біз осылай итеретін боламыз. Қараңыз, сонда түбіне қарай кетеді да, гипсіміз тимей қалған жерлерін түбіне қарай кететін болады. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Енді тағы да құятын боламыз. Оны қалған өзі өлшем бойынша бұлар. Қалғанын құятын боламыз. Осылай бетімен бірдей қылып. Пузыректары өзі кетіп қалады бұл. Қараңыздар. Мынау шашылғандарға, нелерге влажный салфетканы пайдалансаңыздар болады. Мінекей, қараңыздар. Болды, біздің құю барысымыз толығымен бітті. Енді бұл 15 минут тұру керек осы жерде. 15 минуттан кейін біз бұны жаймен ақырындап жылы жерге апаратын боламыз. Әзірге бұл 15 минут тұрады. Сосын достар, мынау стаканды тастап жібермеңіздер. Бұл стакан бір күннен кейін өзі қатып қалады. Даже бір күн емес, бір сағат көлемінде қатып қалады да, и ішінде гипстерді ұрып тастай саласыздар да, стакан қалатын болады. Бұл стаканды жарамай деп тастай салмаңыздар. Ішіне гипс қатып, өзі босап шығады. Қараңыздар, біз гипспен бір өнім жасап қойдық қой. Енді бізге қажетті затымыз осындай обогреватель қажет болады бізге. Обогреватель немесе бізде кәдімгі паровой бар ғой ежелі. Сол паровойдың қасында осындай өніміміз жылы жерде тұру керек болады. Енді қараңыздар, осыны жылы жерге қоямыз. Я болмаса күн жылы болса, күннің көзі түсетін жерге ол затымызды құйып болғаннан кейін 15 минуттан кейін жылы жерге апарып қоятын боламыз. Енді қазір осы обогревательді қосып, біз затымызды орнына қойып қояйық. Қараңыздар, біздің обогревательді жылып бастады. Мынаны 15 минут өткеннен кейін абайлайсыздар. Трещина болып қалмау керек. Жаймен апарып осындай жылы жерге қойып қоясыздар. Болды. Бұл жарты сағат, осы жылы жерде жарты сағат, бір сағат тұрса жақсы. Жаймен деп шетіндегілерін аламыз да, гипсқа салмақ салмаймыз. Осылай босатып аламыз, қайырып аламыз. Мінекей, қараңыздар. Қараңыздар, мінекей, осылай қайырып алдық. Қайырып алғаннан кейін жаймен осылай шешіп алатын боламыз. Қорықпаймыз, қыздар. Гипсқа салмақ салмаңыздар, главный. Жаймен өзі ақырындап шешіледі. Осылай шешіп аласыздар. Мінекей, сіздерге көрініп жатыр ма? Қараңыздар. Мінекей, көрсетейін мені. Осылай ішін жаймен деп тартып аласыздар. Қазір өте әдемі ыдыс шығатын болады бізде. Осылай тартып, мені қараңыздар. Осындай іші өзі осындай. Бізде молдың көрдіңіздер ме? Осындай әдемі ыдыс шықты.